Өзімізге таныс ең жақын күн жұлдызы жайлы не білеміз? Бүгінгі шығарылымызда осы сұраққа қатысты мәліметтермен бөлісетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Күннің 74% сутегіден, 24% гелийден, ал қалған 2% оттегі, темір және никельден құралады. Жер мен күннің ара қашықтығы 149,6 миллион километр. Оның ішіне 1,3 миллион жер планетасы сыйып кетер еді. Күннің түсі ақ екенін білесіздер ме? Иә, күн ақ түсті. Атмосфералық шашырау деп аталатын құбылыстың әсерінен оның түсі бізге сары болып көрінеді. Күннің жасы 4,603 миллиард жылды құрайды. Астрономдар жұлдыз тағы 5 миллиард жыл өмір сүреді деп топшалауда. Швецияның Кируана қаласында күн 24 сағат бойы жарқырап тұрады. Ал қысқы мерзімде керісінше ол қала үнемі қараңғы болады. Күн гравитациясы жер гравитациясынан 28 есе жоғары. Мәселен, егер жер бетінде салмағы 50 килограмм адам күнге тап болар болса, онда оның салмағы 1400 килограмм болар еді. Әрбір миллиард жыл сайын күннің жарығы 10 есе артып келеді. Осының әсерінен ғалымдардың болжауынша 1 миллиард жылдан кейін жер бетінде су қалмауы мүмкін. Күн сәулесінің радиациясы адам үшін өте қауіпті. Алайда қуанышымызға орай, жер ғаламшарының атмосферасы зиянды радиацияны өткізбейтін мүмкіндікке ие. Күннің сыртқы бетінің температурасы Кельвин шкаласы бойынша 1 миллион градусты құрайды, ал ішкі температурасы бар жоғы 6000 Кельвин. Егер күннен ұзақ уақыт көзіңізді алмасаңыз, көзіңіз көрмей қалуы мүмкін. Ғалымдардың айтуынша, күн 4-5 миллиард жылдан кейін ғайып болады. Ең алдымен ол өзі ұлғайып, қасындағы планеталардағы барлық тіршілікті жояды. Содан соң бірте-бірте сөне бастайды. Осы және өзге де ғалымдық нысандар жайлы фактілерді білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылыңыздар. Видеоға лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ғаламның беймәлім әлеміне бірге сапар шегейік.